Қайырлы күн, құрметті текеліктер және әлеуметтік желі қолданушылары. Бүгін біз сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттіктің тапсырмасына сәйкес құрылған ақпараттық ағартушылық штабының кезекті тікелей эфирін назарларыңызға ұсынамыз. Бүгінгі эфир тақырыбы әділдік пен ізгілік мәңгілік. Және де эфиріміздің қонағы ардагерлер ұйымының хатшысы, қалалық аналар кеңесінің мүшесі Омарова Гүлнұр Өтегенқызы. Қайырлы күн, құрметті Гүлнұр Өтегенқызы. Кезекті тікелей эфирімізге қош келдіңіз. Қош көрдік. Барлық әлеуметтік желі қолданушылары. Енді жалпы бүгінгі тақырып аясында өзіңізге бірнеше сауалдар жолдай кетсек, енді бүгінгі тақырыптың өзі айтып тұрғандай, әділдік пен ізгілік мәңгілік тақырыбында сұхбат құрамыз бүгін өзіңізбен. Жалпы сіздің ұғымыңыздағы әділдік, адалдық, парасаттылықтың мағынасы қандай? Сол жайлы айтып өтсеңіз. Бүгінгі онлайн жүзде отырған бұл сұхбаттың тақырыбы әділдік пен өзің айтқандай ізгілік мәңгілік. Яғни барлық адам бойындағы жақсы қасиеттердің түп негізі, тірегі сияқты болып тұр осы. Дүниені адам баласы өз көргенде де танып білгенде де екеуін салыстырады. Сондықтан әділдік жүргенше оған ілесе ізгілік түбінде сол әділдіктің нәтижесін көрсететін бір болмыс, құбылыс сияқты болып тұрады. Сондықтан бұған қош көріп, өзімнің пайымдауым бойынша өмірлік тәжірибем, әйтеуір мұғалім болғаннан кейін, ұстаз болғаннан кейін, шәкірттердің ортасында жүргеннен кейін, қазіргі жұмысыма да байланысты ой тұжырымдауды былай деп шешіп отырмын, ойды былай деп қорытындылағым келіп отыр. Әділдік бірінші болатын болса, мысалы, әділдікті естігенде кез келген бала, мектеп жасындағы баланың өзі орта буын, 5-ші, бастауыш сыныптың оқушыларының бәрі біледі, ол сот жүйесіне қатысты, ол бір аузынан сөзі келетін, өзгеге өзінің сөзін өткізе алатын баланың шешімі сияқты болады. Ендеше ол әділдік, әділ патша болу керек, ертегіден біледі, бұрынғы би болыстарда десеңіз, ендеше әділдік ол биік тұру керек сияқты. Ал мен осы үшеуін тізіп келіп отырып, өзімнің жағын қойған сұрақтарына қарай, әділдікке, одан кейін адалдыққа, парасаттылыққа бір данышпан, дана адамның бойындағы үш ережені бөліп тастадым. Ол бір түсінікті болатын сияқты деп ойлаймын енді, қаншалықты болатын. Мысалы, әділдік бірінші тұратын болса, әділдікке тамаша шешімдер ұсыну деп түсінікті жайт жасадым. Ол әділ адам үнемі тамаша ұсыныстар жасайды. Ешкімді сынап, сыртынан бір бойына әртүрлі сұрақтар қойып, немесе бір жат өзінің ұғымдарын байланыстырмайды. Ол тек қана өз тарапынан жақсы, ұтымды, тамаша шешімдер ұсынады екен. Яғни әділ ұсынады, әділ айтты. Соны жасайық деп адам баласы өзінен өзі, оқушы болсын, үлкен болсын, соны мойындайды екен. Екінші, адалдық. Адал. Шіркін-ай, адалдық деген сөзді естігенде апаларымыздың батасы, үлкендердің сөзі еске түседі. Ол адалынан берген келмейтін, адалынан берсе екен деп тілеп отырады. Ендеше Алладан сұрағанда, адам баласынан сұрағанда, балаға дүниеге бала келерде не екен, адалынан болса екен дейді, сырттан есік аттап келген келінге де. Ендеше адал болса ол бір пәк, сенімді, сырттан келсе де бізге өзіміздің ішімізде біздің адам сияқты болады екен дейді. Оған мен қатесіз сөйлеу деген адал адам, ол ешқашан қателеспейді. Қателескен күннің өзінде ол қате сөз айтпайды, дұрыс емес пікірді айтпайды, біреуге соны байланыстырмайды. Немесе ешкімді күндемейді. Сол дінде иман ахуалы жоғары тұрған, діннің қағидаларын бес парызын ұстап жүргенде жақсы біледі. Яғни ол қатесіз сөйлеу керек және ешкімді кінәламайды. Өзінің бойындағы бір кемшіліктерін, кемшілік қиындықтарға біреуді ешқашан кінәламайды. Ол да жақсы болар еді. Ал парасаттылық мағынасы қандай десек, оған мен мынандай дедім. Қажетті нәрсені ғана істейді. Бәрін айттық, бақыладық, көрдік, енді тыңдадық, енді ол адамның сол ойының бәрін жүзеге асыру керек. Іс жүзінде жүзеге асырып жататын жүйені жасайтын парасаттылық. Парасаттылық оның үстіне тағы да қосымша, ол әркімге мәлім, оқитын адамдарға. Парасат деген ол парасат ұғымы, әрине ақылдың, дана адамның, жас үлкен адамның, самайына ақ кірген үлкен адамдар парасаттылық керек екен. Мәдениеттілік ұғымы, білімділік бәрін қосып жинап келіп, ол адам жас үлкен екен.
анда осы үш ереженің екеуіне үш ұғымға байлап қойсақ, бекітіп қойсақ, онда данышпан адам болады. Біз ойлаймыз ғой, данышпан бір керемет деп, данышпандығы қандай деп, ал ол адам түкке жасамайды екен. Шындығында тек қана ешкімді ғайбат айтпайды, басқа бір дүниені, жаман дүниелерін айтпайды екен, жақсы дұрыс шешім қабылдай алады және істейді екен. Нағыз істің адамы. Сонда ол дана болып шығады. Мен осылай деп ойлаймын. Жақсы, рахмет. Осылай толыққанды жауап беріп жатырсыз. Енді кішкене бір келесі сұраққа кезек берсек, жалпы осы жемқорлықтан ой сананы тазарту амалдары не деп ойлайсыз? Ой сананы тазарту. Сұрақ өте орынды қойылған. Мысалы қазір жемқорлық дендеп тұрған кезде жалғыз бізде емес, біздің Қазақстанда емес, бұдан да ертеректе басқа өркениетті дамыған елдердің өзінде де бұл бір бой бермейді, бір бой алдырып алған, мен күресудің өзінің жолда біткен сияқты болмайды дегендей ұғымдар айтылады ғой. Шындығында ой сана деп өзінің сұрағында да айтты. Ой сананы тазартпай жемқорлықпен күрестің нәтижесі бола ма екен, болмайды, ол бір күмән туады. Ендеше бір уақыт, бір аралық уақытты, бір күн, бір ай, немесе бір 5 жылдықтың ішінде ғана осы жемқорлықпен түбегейлі күресіп, соның нәтижесін көреміз деп айту ол мүмкін емес. Ендеше біз неден бастауымыз керек екен? Қоғам ортада ол белең алып отыр, ол көрініс тауып отыр, оны бала да көріп отыр, мектеп жасындағы студенттер көріп отыр, самайын ақ кірген аға буын өкілдері де көріп отыр. Бірақ соны, енді сонымен күресті бар енді ол. Онымен күресті неден бастау керек? Бала дүниеге келгенге дейін соның ата-анасынан басталады. Жастарымыздың тәрбиесі отбасынан басталу керек. Кәдімгі үйде ас ішіп отырғанда, дастархан басында барлығы бір ережеге, қағидаға, ізгілікке, түсіністікке, әділдікке байланып тұру керек. Сонда ешбір жерде үстемділік танытып, жай олай болмайды, жарайды сенікі солай-ақ болсын деген бір алдамшы, оның көңілін жұбату үшін баланың тәрбиесіне айтып қатыспайды отырмын ғой отбасына. Сондықтан отбасынан ой сананы өзгертпей, оны қоғам болып отбасынан басталады, одан кейін мектеп, тәрбие ортасы, балабақшадан бала көргенін тек соны қайталайды. Адамның Толстойдың несі бар ғой, бала ата-анасының айнасы деп. Ендеше баланың өзінің қаншалықты жақсы болғанмен, ата-анасы да қандай жақсы адамдар деп құдалыққа барып келген танысып сөйлеп жатады. Бірақ ол жақсы болып қойуы мүмкін. Егер тәрбиелеген балалары басқа бір сыңай танытып жатса, кейбір тұстарынан жаңағыдай ақаулар кетіп жатса, не қоғам тарапынан бір жайсыздыққа ұшырап жататын болса, онда ата-анадан кеткен деп айтамыз. Ендеше ол үлкендеріміз үлкен болып, кіші болып, отбасынан бастап үздіксіз, пәрменді түрде, белсенді түрде ой сананы тазарту керек. Сонда ғана отбасын тәрбиеден деп айтар едім. Жақсы, рахмет. Жалпы енді сіздің ұстаз екеніңізді білеміз. Талай шәкіртті тәрбиелеп, осылай үлкен өмірге қанаттандырдыңыз. Енді осы ұзақ жылдар ұстаздық еткен уақытта жемқорлықпен жалпы бетпе-бет келген тұстарыңыз болды ма? Сондай бір фактілерге куә болған кездер болды ма? Иә, сондай сізде осы. Мен мысалы қай кезде 79 жылы институтты 5 жыл оқып бітірді, 35 жыл жолдамамен ауылды жерге бардым, сол жерден жаққа сырқаналарына. Сонда жұмыс жасап жүріп, жемқорлықтың бір, ол кезде мен жемқорлықты түсінген жоқ. Мен енді жаңадан ғана жас маманмын, мектепте істеп жүрдім, жастар өзім сияқты көп болды. Енді осы сұхбатты тыңдаса, әлі де қызмет орындарында істеп жүрген адамдар тыңдайтын болса, айтатын шығар, Гүлнұр тек өтірігін қоспай, жалған айтпай отыр деп. Сол кезде мен естігенмін. Үлкен жемқорлықтың түп-тамырын, жалпы сол жемқорлық деп айтпайды ол кезде. Советтік дәуір ғой. Бірақ соның бір үлкен ақшаның күшімен барлығын білдірмей, бір өзінің біздің елде тұр, мемлекет совет одағы кезінде. Сол кездің өзінде өзіндік бір тәртібі, өзіндік астарлы, қазір теневая экономика дейміз орысша айтқанда, көлеңкелі экономика, солай деп айтар едім. Соны мен кейін білдім. 5-10 жыл өткеннен кейін талдауға кетіп қалдым, ауысып институтта істеп жүрдім. Сол кезде жемқорлықтың не екенін түсіндім. Бірақ сол жемқорлықтың ішінен адал түрде бірнеше жыл қызмет бабымен жүріп, солардың ішінде жүріп, сол ортада жүріп, таза шыққан адамды да білемін. Енді оны кім екенін айтпай ақ қояйын, оның үстіне өзімнің туысым, сол кісінің сондай ортада жүріп, солардың арасынан таза шыққанына ойлаймын, жемқорлық
өзі қиын ғой мысалы. Сол үлкен аудан бойынша бір жемқорлыққа жол берген ұстап естіген бар, көрген де бар. Саналы түрде. Жалпы осы жас буын тәртібін, тәрбиесін нығайтуға атсалысып, ата-баба дәстүрі ұрпаққа аманат жобасын жүзеге асыруда қандай жұмыстар атқарып келесіздер? Сол жұмыстарға жалпы қысқаша тоқталып айтып өтсеңіз өзіңіз. Бұл осы зейнеткерлікке шыққаннан кейін 16-жылдан бастап хатшы болып ардагерлер кеңесінде жұмыс жасағанда мен жоспармен танысқан кезде бұл үкіметтік емес ұйым, кейіннен ардагерлердің саны азайып ұлы отан соғысына қатысқан азаматтардың өзі үлкен қариялар дүниеден өтіп бара жатқан кезде кейін олар ойлайды бұл қандай ұйым болатын істейді деп. Бұл енді кезіне бара тылда соғыс кезінде еңбекке араласқан адамдарға көмек көрсету, олардың әлеуметтік жағдайына, оларды жалғастырып керек. Сондай ұйым. Сол кезде жоспармен танысып отырғанда ішінде бір үлкен бірінші болып сумаса да екінші болып тұрған ата-баба дәстүрі ұрпаққа. Орыс басқа өкілдері де бар ғой. Сонда ол мен отырыс өткізгенде тыңдап отыратын. Олар аса көп не деп бермейді, қазақша айтқан кезде. Орысша да түсіндіріп айтамыз, ата-баба дәстүрі ұрпаққа. Яғни ата айтып тұр, ұрпаққа аманат еткен ата-бабамыздың дәстүрін абайда қара сөздермен білеміз. Соған негіздеп ішкі болмысты адамды қайтсем тоқтатамын деді ғой. Қоғамдағы келеңсіздіктерді абай. Тура сол ата-бабамыздан келе жатқан әлгі ырым тиымдар ғана емес, барлық жақсы дәстүрлерді сол қалпында толықтырып, жаңғыртып, өмірге сай етіп, түсінікті етіп, осы бүгінгі күннің өміріне ыңғайлап, сонымен үйлестіріп, қаламыздағы мектептерде жүргізілетін іс-шаралардың жоспарлары облыстан бекітіледі. Облыстық ардагерлер ұйымынан келеді. Соған қосымша өзіміз құрамыз. Одан әкімшілік және оқу бөлімінен бекітіп, содан кейін әрбір мектепте таратылады. Тәрбие ісі жөніндегі директордың басшының орынбасары тікелей соны қолға алып, солай әжелер біздің осы жұмысты атқарады. Ал енді кімдері жауапты десек, ата-баба дәстүрі ұрпаққа аманат бағдарламасы бойынша үлкен ол бойынша жеке сұрақ қаралады облыста ардагерлер ұйымында. Оған жауапты Гүлбаршын Жақыпқызы. Оны білесіз, құрметті ұстаз, ішіміздегі үлкен адам. Әжелер мектебі бар, әжелер кеңесі бар, мектебі бар. Сол мектептің кеңестің мүшелері атқарады. Үлкен тараудан тұрады. Жалпы осы сіз үлгі тұтар, сүйсініп мақтан ететін жандар туралы айтып өтсеңіз. Мен ойлап отырсам, мысалы үлгі тұтып, адам болып аяқ алсыңды, оңыңды солыңды ақпен қаранып таныған кезден бастап, маған үлгі тұтап, мен айтар едім, мектепте жүргендегі сынып сағаттарында айтармын, оқушыларым біледі. Ол атам. Анам сақтана балам, біз 10 бала өсіп тәрбиеледі, дүниеден өтті ол кісілер жоқ. Содан кейін әкем. Менің әкемде әкем жоқ шығады деп ойлаймын. Қазіргі күнге дейін солай мақтанатын. Сонда балаларға айтатын, балалар мен әкемді мақтанып тұрған жоқ, болады ғой тақырыпқа байланысты. Сонда бір тоқтаусыз сөйлеп шешіліп, әкемді жоғалтып алғаннан кейінгі 2014 жылдар емес, жалпы әкесін кез келген бала мақтанса. Сонда біз тілек айтқанда балаларға айтамыз. Ұлдар мерекесі деп айтқанда, менің балам, менің әкем деп мақтанышады. Мен өзім сәл 9 сыныптың оқушысы, ал сені менің әкем осы деп айтып мақтанатындай болса. Әке емес қой олар, жас бала. Күледі олар енді, өзін әке ретінде. Сондай мақтанатындай болу керек. Сөйтіп мен әкемді бірінші ұстазым мақтанатындай деп айтамын, мақтанып айтамын. Әкемнің әрбір сөздері қағида, қиындықтан бастап. Шашылып келген дүние шашылып кетеді. Істі оңайына жүгірме. Қиналсаң, ертең соның рахатын көресің. Тек еңбек. Ала жіптапты аттама, өтірік айтпа. Осыдан басқа бізге тәрбиені солай берді ғой. Музыкалық мектепке беріп, балет, скрипка, ондай болған жоқ енді неде, темір жолдың бойында. Ал бірақ ондай мүмкіндік болмағанымен, сол балалардың барлығына, сонымен көп сөйлемейді, әкем темір жолшы. Ол кісі үндемейді, қыз демейді, ол демейді, әкем шыққанда біз бәріміз сол артынан сол істегенін айнытпай істейтінбіз. Жоқ кезде де соны айтамыз. Сондықтан өтегеннің ұлдары, өтегеннің қыздары деп істер жақсы. Ол әкем болса, екінші өмірлік бірге жүріп жаңағы жолдауымен жұмыс жасадым дедім ғой. 8 жыл
ауылды жерде жас кезінде сол тәжірибе жинақтаған үлкен орыс қазақ мектебінде жұмыс жасадым. Сонда бірге жұмыс жасаған қызмет істеген солар болды, коллегалар еді. Олар әлі бар. Керемет бойларында адалдық. Бір теңеуді айтайыншы, күлі болса да ұшқан шылымға жаңа жыл ойламайды. Мен сондай адамның достығым болсын бар. Енді естіп отырса, білетін шығар, атын айтпай ақ қояйын. Ал институтта жүргенде бізге сабақ берген, бізге тәрбие берген, тек практикаға алып барған педагог практиканы өткен ұстазым болған. Ол кісі өте адал, пәк, таза, ағы таза, ізгілікті біздің тамырымызға кәдімгі тамшылап мегзеген адамдар. Сондықтан өмірде сондай бірнеше ортада, қандай ортада болса, маған өзі айласып келіп тұрды. Жақсы адамдар. Оған ризашылығымды білдіремін. Енді жалпы осы қазақ қоғамында адалдықты, ізгілікті дәріптеу, сенімділікті нығайту үшін не істеу керек деп ойлайсыз? Ізгілікті дәріптеу, сенімділікті нығайту үшін не істеу керек? Ізгілік дегенде, жаңа айттым ғой, ізгілік жоғары тұру керек сияқты. Ізгілікке келетін, оны айтпақшы, абайды біздің үлкен мынау мерекелік 20-шы жылы деп тойланып кетті деген емес. Абайды үнемі столға қойып оқып дүние ғой. Қазір қайталап оқып, басқаша жаңғыртып жатырмыз. Абайдың басты ашқан жаңалығы, орыс тілінде оқығандар айтатын. Абайдың еңбектеріміз орыс тілінде оқыған жоқ, орысша оқыған қазақ балалар айтады. Не бар сонда? Әндерін білеміз, қара сөздерді назидание деп. Сонда абайдың басты жаңалығы адамгершіліктің өзі бірте ізгілікке алып келеді деп айтқан. Жаңашылдығы. Абай ол адамгершіліктен бастап жатыр. Адам баласы ізгі орта, ізгі қоғам, ізгілік патшалық етеді. Осындай ортада. Ендеше біз абайда қайталап оқып отырып, адам баласының өзінің тіршілік еткен ортасында ізгілік ортасы болу үшін әрбір адам өзіне өзі есеп беріп, өзінің жан дүниесін білуі керек екен. Абайдай абайға тоқталуға болады, ақтан берліден келтіруге болады. Ешбір адам айтып бермеген шығар. Мысалы, дамыған өркениет елдерде неге құлдырауы бар? 78-ші жылдар 4-ші курста оқып жүргенде бізге дүниежүзілік географиядан не оқығанда, лекция оқыған кезде айтатын іріп шіріген, капиталистік дүние деп айтады ғой, біз енді ол кезде жат болдық. Саясат сондай болып деген. Шындығында сонымен ізгілік рухани байланыс үзіліп қалған сияқты. Дамыған елдерде суық ақылың бар, ақша табасың, ақшамен істемді бәрі сатып алуға болады, барлығын орнатуға болады. Солай ғой, танышқан адамдар, атақты адамдар. Ал абай не деді? Жоқ, ұрыс тартыс емес, жалғандық емес, арыздасу емес, басымыз бірігіп, білім алып, орыстан үйреніп, сонда ізгілік патшалық дейтін адал орта болу керек, адал алаң деп айтып жатыр қазір, адалдық алаң деп. Сол алаң мектептерде үлкен ортаға, қоғамға айналса деп білемін. Мысалы, өзім 16-шы жылы зейнеткерлікке шыққанда білмедім, кейін мектептерде бар екен ол. Сондықтан оған қоғам болып жұмыс жасау үшін ұстаз, тәрбиеші, ата-ана өзінің әрбір сөзіне жауапты болып, өзін өзі бағалап, өзінен күнделікте болмаса да, күніне бір, аптасына бір жатарда дінде бар ғой, есеп алып отыр. Сонда неге жеткенін, неден кемістеп кеткенін біліп отырады. Енді осы сұхбат соңында жас буынға айтар тілек берер бағытыңыз болса, мархабат. Жас буындарға айтатын ба? Тілегіңіз болса, жалпы айтып кетсеңіз. Мысалы, Ақтанбердінің мына бір сөзін қайталап айтқым келеді. Адал істесең, жалпы жастарға да ол адал егер не нәрсені істесең, адал істесең, саған берген тапсырма. Бұрын біз кабинетте жуып еді ғой балалар. Сондықтан ол сынып жетекшісі қарап тұрмай, басқа біреу қадағалап тұрмай, өзі жұмыс жасаса, соны адалдықпен келеді. Адал істесең, адал болып өсесің. Сен қазір осыны адал жасадың, сен болашақта адал болып өсесің. Өзің деп айта алмайсың оны. Ақылды істесең, өміріңе құт болады, береке болады. Ақылмен істесең, біреу еліктеп емес, біреудің айтқаны емес. Не болса ойыма келгенін жасай салдым. Қазір жастардың арасында бар, эмоциямен сақталады деуге жүреді. Ал қиын істі бітірсе баста, өмір бойы қорықпайсың. Сонда Ақтанбердің ұғымының өзі, мен әкемнің айтқан сияқты, жылап жүріп, терлеп, ренжіп, шаршап жүріп,
көбейді су шығатын көмейді қазып тастасаң, көтермесін дұрыстап көтерсең, жаңағы клеткаларын күрек жүріп су арасында дегенде жиналды сен көктемде, ерте көктемде. Ал қазір жазда ақырын суыңды бұрап қойып суғарасың дейді өзінің өмірінен. Адам диқандықпен шұғылданады. Сондықтан Әл-Фарабидің сөзін айтқым келіп, шындығы мұрат жүректі биікке дейді. Әл-Фараби атамыз солай деп айтқан екен. Яғни қай жерде шындық бар, ол жерде басқа бір алып қойшылық жамандыққа жол бермейді. Әрине, шындықты айтқан бәріне жаға бермейді. Турасын айтқан туысқанына жақпайды дейді ғой. Бірақ ол қандай туысқан? Турасын айтып, бетін айтып, түзу жолға салғанға кейіннен рахмет айтады, солай ғой. Ендеше адал істің адал болып өсетінін ақылды істесең, олардың барлығын өмірге құт беруге болатындығын баланың санасына құйып жастайынан айту керек. Ал енді ең бастысы, мысалы мынандай да бір ұғым бар екен. Бақытсыздықта борышына адал болу ұлы іс. Бақытсыз басына іс түсіп тұр, сонда сол өзіңе берілген борышты мен қазір осындай жағдай болып тұрмын, менен ешкім ештеңе күтпесін деген емес. Сонда борышыңа адал болатын болсаң, ол ұлы іс дейді. Ал жастарға, мысалы осы сұхбатты көріп отырған жастарға айтарым, абыройлы деп айтып абырой атақ, абыройлы бол деп тілейді, солай ғой. Сондықтан абыройлы болу, мансап, белгілі бір қызметі бар адамдардың бойында ғана емес, абыройлы болу. Ол елдің арасында сыйлы адамдарда болады екен. Енді қызметіне кеткенде сөз етпейтін, әркім көзіне іле бермейтін адамдар да болып жатады. Оны енді кейін түсінеді адам. Ол кезде орта жастан асып кетуі мүмкін, егде тартуы мүмкін. Атақ артыңнан жастарға айтарым. Атақ артыңнан қуып жүрсін, абырой алдыңнан кетпесін. Ешқашан тежелмеңдер, күнделікті еңбекпен ізденіп тоқтамау керек. Қартайған шағына дейін. Егер адам Әл-Фараби деп айтады ғой, тежеліп қалатын болса, мен болдым, жеттім, осымен шамалайын, тоқтайын дейтін болса, онда ол жерде сол деңгейді ұстап қалмайды екен, төмендеп кетеді екен. Бірақ даму болмайды екен. Адам баласы үнемі өсіп дамып отырады. Сондықтан ізденісті тоқтамай, ерінбей, еңбек ете білсек, іздене білсек, өзімізді өзіміз тәрбиелесек, өзімізді өзіміз танысақ, онда жақсы. Өмір бойы оқитын кітап ол адамды Құдай қосқан жары дейді, қосағы дейді. Сол адам бір-бірін танымай кетеді дейді, танымай жатады, білмей жатады. Соның бәрі адамды кітапқа теңейді. Ғұламалар адамды оқи білу керек дейді. Үнемі оқып, танып біліп, өзімізді өзіміз танысақ, онда біз өркениетте өз орнымызды табамыз, жоғалып кетпейміз. Ұлы ел боламыз, дамыған елдердің қатарынан табыламыз. Содан кейін қазір ғалымдар, академиктер айтып жатыр ғой, мынау Түркістанды қандай ортаға айналдыру керек екенін. Яғни ол Түркістанды рухани астанаға айналдыру, ұлттық идеяны айтуға болады. Бұл мега жобаның мақсаты Түркістан өңірі рухани жаңа технологиялық кластер құру, Қазақстан қоғам ізгілендіру туралы идеясы. Сол ізгілікті реформа қоятын қоғам қалыптастыру. Рахмет. Гүлнұр Өтегенқызы, бүгінгі шынайы сұхбатымызға алғыс білдіреміз. Сізге еңбегіңізге табыс тілейміз. Құрметті тікелей эфир көрермендері, осымен бүгінгі тікелей эфиріміз тамам. Назарларыңызға